Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Көптен күткен рецепт картошка фри дайындаймыз. Достар, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Бүгін 4 адамға арнап пісіреміз. 1 килограмм картошка, мұздай су және тұз қажет болады. Тұзды мұздай суға салып, араластырып қоямыз. Картошканы фриге арналғандай ұзыншалап тураймыз. Видеода көрсетіп тұрғандай етіп, барлық картошканы осылай турап шығамыз. Туралған картошканың барлығын мұздай тұзды суға салып, араластырамыз. Крахмалы кеткенше осылай біраз уақытқа қойып қоямыз. 10-15 минут мұздай тұзды суда тұрған картошкамызды алып, осылай орамалдың үстіне жаямыз. Алдымен картошканы осылай мата орамалмен кептіріп аламыз жақсылап. Одан соң қағаз орамалмен тағы да кептіреміз. Ыңғайлы кастрөлді отқа қойып, ішіне май құйып қыздырамыз алдымен. Сонан соң порциямен картошканы жайлап қуыра бастаймыз. Картошка кемінде 5-6 минут осылай майда қуырылады. Әбден қып-қызыл болғанша қуырамыз. Мінекей картошкамыздың алғашқы порциясы дайын болып қалды. Осылай қып-қызыл болып қуырылады. Картошка фри сатылымдағы фри картошкадан ешқандай кем емес. Алдымен қуырылған картошканы қағаз орамалға салып аламыз, майын сіңіру үшін. Одан соң ыстық тағаммен қосып, гарнир түрінде дастарханға беруге болады. Міне осылай менің рецептімді пайдаланып, үй жағдайында жасап көріңіздер. Сондай қытырлақ, дәмі тіл үйретіндей сондай керемет болып шықты. Астарыңыз дәмді болсын.